Сәлеметсіздер ме? Шетелдегі қазақтар каналымызға қош келдіңіз. Менің атым Анара Нұраханқызы. Дәл қазіргі жағдайда Канаданың visitor виза, турист визаны алуға бола ма? Қандай тиімді жағы бар, қандай адамдар тапсыруына болады? Бүгінгі тақырыбымыз осы жөнінде болмақшы. Білеміз, әзіргі ковид жағдайы болғандығынан туристік визамен кірген адамдар ары қарай жұмыс визасын оңай жолында алуына болады. Мысалы, бұрынғы кездерде сіз visitor визамен кірген кезде, туристік визамен кірген кезде қанық жазылмаған. Сіз қолыңызда туристік виза бар, ал оны ары қарай жұмыс визасына алмастыруға болады, не болмаса болмайды дегенде қанық жазылмаған. Бірақ әрине сіз жұмыс тауып алған жағдайда ары қарай тапсыруыңызға болады. Ал әзіргі пандемик жағдайда бұл тіпті де оңай, тіпті де қанық заңды түрде жазылды. Бұлай айтқанда, сіз қолыңызда туристік визамен кіріп, ары қарай жұмыс визаны алуыңызға болады. Сонда кім туристік виза алуға болады? Қандай адамдар? Одан диққат қылуға тиісті қандай жерлері бар? Сонымен бірінші сұрақ, қандай адамға виза керек? Әрине, кейбір адамдарға виза керек, кейбір мемлекеттегі қолыңыздың паспортыңызға байланысты кейбір мемлекеттен Канадаға кірген кезде қолыңызға виза керек жоқ. Бұл жерде бірнеше сұраққа жауап беру арқылы біз қолымыздағы паспортымызға Канадаға кіру үшін виза керек па, керек жоқ па, соның жауабын таба алатын боламыз. Біріншіден, what travel document? Біріншіден, what travel document do you plan to use to travel to Canada? Канадаға кірген кезде сіз қолыңызда қандай документ бар? Мысалы, сіз қолыңызға паспортпен кіресіз бе, жоқ әлде басқа документтер бар? Көп адамдар жеке адам болғандығынан біздің қолымызда жөн паспорт, яғни басқа мемлекетке кіруге келетін документ паспорт яғни болады. Сондықтан бір жерде паспорт деп талдайық. Екінші сұрақ, find out if you need a visa to travel to Canada. Бұл жерде сіздің мемлекетіңізге байланысты. Country code, қайсы мемлекеттің паспорты. Сіз әзір басқа мемлекетте тұруыңыз мүмкін. Мысалы, Қазақстанда да, Түркияда, болмаса Еуропаның басқа мемлекеттерінде. Бірақ сіз қолыңыздағы паспортыңыз қайсы мемлекеттік. Мысалы, қолыңыздағы паспортыңыз Қазақстан болатын болса, мына жерге Қазақстан деп жазасыз. Are you a dual Canadian citizen? Екі мемлекеттің, әрине кейбір жағдайларда бір адамның қолында екі паспорт болады, екі мемлекеттің dual citizenship болады. Сондықтан бұл жерде сіз Канаданың азаматы және тағы бір мемлекеттің азаматысыз ба, емес пе дейді. Бұған жоқ деп жазайық. Next one. Are you a lawful permanent resident of the US and have an alien registration card? Сіз Канадан, сіз USA-дің, Американың ұзақты тұрғансыз ба? Жоқ, көп адамдарда жоқ, сондықтан жоқ деп жазайын. What do you plan to do in Canada? Канадаға келген кезде не істейсіз? Не мақсатпен кіресіз? Visitor бұл туристік, біз жаңа айтып отырғанбыз туристік. Болмаса бұл жерде сіздің туыс-туғаныңыз бар болатын болса, visit family, енді басқа жолдар, мысалы, сіз Канада арқылы басқа мемлекетке баратын болсаңыз, Канаданы басып өтемін дейтін басқа оқуға, үйренуге, болмаса жұмыс істеуге дейтін мақсаттар бар. Бүгін біз айтып отырғанымыз қалайдан туристік виза алу, сондықтан менің мақсатым туристік виза as a tourist. Бұл сұрақтарыңызға қарай отыра, қолыңыздағы паспортыңыз Қазақстандығы, жаңағы айтқан бәр сұрақтарыңыз қарай отыра, қолыңызға visitor виза керек. Бұл айтқан кезде паспортыңның үстіне visitor виза таңба басылу керек деген сөз. Жаңайды кейбір мемлекеттер одарға керегі жоқ. Кіріп бір ай 30 күн уақыт тұруына болады. Ал Қазақстанның азаматына сізге visitor виза керек. Қанша уақыт тұруыңызға болады? 6 айдан уақыт тұруыңызға болады. Әрине, ары қарай
мемлекетке беруге тиісті ақшасы бұл жерде 100 Канада доллары деп жазылған. Бұл қолыңызға visitor виза керек дейтін бірінші шарт. Ал екіншіден қандай талаптары бар? Бірінші, жаңа айтқандай, қолыңызда паспортыңыз болу керек. Екінші, сіздің денсаулығыңыз жақсы екенін дәлелдеуіңіз керек, бұны тексерту керек. Үшіншіден, criminal or immigration related conviction жоқ. Былай айтқан кезде заңсыз жұмыстарға қатынасқан жоқсыз, оны дәлелдеуіңіз керек. Одан сырт әзір immigration officerға дәлелдеуіңіз керек. Мысалы, өзіңіздің жұмысыңыз бар, үйіңіз бар, болмаса семьяңыз бар Қазақстанда, мен бұл жерге жөңгені саяхатқа келдім, қайтадан қайтамын дейтінді дәлелдеуіңіз керек. Қалайда, мысалы, сіз өзіңіздің үйіңіз бар, болмаса өзіңіздің жұмысыңыз бар, болмаса жаңа айтқандай менің семьям бар, әке шешем бар, олардың бәрін дәлелдеуіңіз керек. Документтің ішінде менің әкем аты былай, шешем аты былай дейтін бәрін толықтайтын документтер бар, сол арқылы дәлелдеуіңізге болады. Next one, convince an immigration officer that you will leave Canada at the end of your visit. 6 айдан кейін мен өз мемлекетіме қайтам дейтінді, бұл жердегі жаңағы immigration officer сіздің документіңізге қарай отыра, бұл адам уақыты болған кезде қайтады деп сендіруіңіз керек. Have enough money, жеткілікті ақшаңыз бар екен, оны дәлелдеуіңіз керек. Қанша ақша керек дейтін басқа видеолардың ішіне айтып кеткенбіз. Ал сізге керек болса, астыдағы комментарийға жазыңыз. Мен бір қысқа видеолар шығарып, оңай, бұл каналдың ішіне келген кезде оңай табатын қылып, қысқа видео шығарма болады. Кейбір адамдарды Канадаға, бұл жерде Канада емес, әрине North America, Канада, Америка, Мексика дейтін бұл мемлекеттердің бәріне кіруіне болмайтын кейбір жағдайлар бар. Мысалы, біріншісі criminal activity, заңсыз жұмыстарға қатынасқан. Екінші, human rights, адамдық құқыққа деген қайшы жұмыстарға қатынасқан. Organized crime, былай айтқанда бәрі заңсыз жұмыстарға қатынасқан. Ал бұның бәрі, мысалы, сіздің артқы профайлдарыңыздың ішінен табылған жағдайда. Ал бұл ең basic requiremenттар, ең төменгі шарттары. How to apply, қалайдан apply қыламын, қалайдан тапсыруым керек. Бұл визаға тапсыру әр жолы өзгеріп отырады. Сондықтан бұған қатысты видеоларда шығарып кеткенбіз. Бірақ әр жыл сайын, мысалы, әр 6 ай болмаса 1 жыл, 2 жылдан кейін көп нәрселер өзгеріп тұрады. Сондықтан әзірде қандай өзгеріс бар? Бұл жерде сіздің жағдайыңызға, жеке жағдайыңызға қарай отыра, бұл жерде әрине сұрақтар бар. Бұл сұрақтарға берген жауабыңызға қарай отыра, қандай материал керек? Өзіңізге дәлдел, өзіңіздің жағдайыңызға лайықты бұл сұрақтарды жауап беру арқылы сізге қандай материалдарыңыз, документтеріңізді дайындау керек дейтін сұрағының жауабын алуыңызға болады. Біріншіден, why are you applying for a visitor visa? Не үшін тапсырдыңыз? Біз жаңа айтып кеттік. Мен бұл жерге саяхат tourist виза алғым келеді дедік. Мысалы, басқа себептер бар екен. Бірінші, мен семьям осы жақта, екінші болатын болсын, мен бизнеске, одан сырт бұл жерде бір төтенше қатты ауырып жатқан адамға келіп оған көмек берем, болмаса оған қарайласамын. Одан сырт қайтыс болған адамның funeral, қаза дейміз ба, соған қатынасу, болмаса басқа түрдегі дипломатик себептерменен келем дейтін талдайтын немелері бар.
choice options. Ал бұның ішінде біз жаңағы айтқан туристік виза деген жоқ екен. Сондықтан мен none of the above, бұл жерде жазылмаған деп талдадым. Біз өйткені әзіргі ковид жағдайда, төтенше жағдайдағы адамдар ғана Канада ішіне кіруге болады деп тұр. Сондықтан бұл жерде жаңағы мен туристік дейтін талдау жоқ. Ал ешқандай бұл жерде жазылмаған дейтін болсам, ары қарай екінші сұрағы бүйтіп жаздық. We strongly encourage you to wait until you are eligible to travel to Canada before you submit a visitor visa application. Біз сізге уақыт болған кезде, дәл сіз әзіргі жағдайда әлі де кіруіңізге болмайды, біранда уақытыңыз болған кезде, мысалы кіруге болады дейтін жаңағы талдаулардың ішінде біреусі бар болған кезде дегені материалдарыңызды тапсырыңыз деп жазылған. Ал одан сырт әрине сізге де мүмкіншілік береді. Мен түсіндім, бірағында әлі де тапсырғым келеді дейтін болсаңыз, ары қарай басқа сұрақтарды сұрайды. Ең басында жазылғаны Украина дағы адамдар болмаса, украиналықтардың семьядары болатын болса, сіз төте кіруіңізге болады. Бұл енді әзірге төтеше жағдай, сондықтан оны бөлек жазып қойған бір жерде. Apply online торап арқылы тапсырасыз ба? Қандай адамдар торап арқылы тапсыруға болмайды? Apply only if you're eligible to travel to Canada right now. Дәл қазіргі жағдайда сізді кіруіңізге болды деген кезде тапсырыңыз, әйтпесе тапсырмаңыз деген. Сондықтан сіз әзір бір делдалдар арқылы болмаса, бір жекелер арқылы Канадаға visitor виза, туристік визаға тапсырып жатқан болатын болсаңыз, өзіңіздің жағдайыңызды қанық түсініңіз. Өйткені елдердер ортадағы адамдар тапсыра береді. Мысалы, сіз одан өтпей қалуыңыз да болуы мүмкін. Ал қалайдан қанық білуге болады дегенде, жаңағы жердегі choice optionдар ешқандай біреуде сізге дәл келмеген жағдайда тапсырмаңыз. Мысал, бірінші айтып тұр, wait until you are eligible. Өзіңіз тапсыруыңызға болады деген өзіңіздің жағдайыңыз әзір, мысал, ковид өткен кезде, болмаса шынымен де бір адамдардың туыс туғаныңыз осы жерде болса, болмаса бір адамдарға келіп жәрдем беруге келген болсаңыз, онда кіруіңізге болады. Өйтпесе басқа жағдайда тапсырмаңыз деп жазылған. Одан сырт 14 to 13 business days of getting your complete application. Бұл жерде жүн толтырып қоясыз, 14-30 күннің аралығында жағдайымыз бәрі дұрыс деген кезде сізге басқа жаңағы документтарыңызды қанық сұрайтын болады. Мысалы, жүн графикасын ғана толтырып қоясыз, паспортыңызды әзір әлі бермейсіз, бірағында 14-30 күн болған кезде сіздің материалдарыңызды көрген кезде, онлайн тапсырдыңыз, сіздің материалдарыңызды оқыған кезде кене сізден жаңағы паспорттарды сұрайтын боламыз деп жазылған. Сондықтан дәл қазір кезде visitor визаға тапсыруыма болады төтенше жағдайларда. Сіздің туыс туғаныңыз бар болса, әзіргі жағдайда келіп бұл жаққа мен туысшылаймын, менің семьядарыма барам дейтін болсаңыз, тапсыруыңызға болады. Екіншіден, жаңағы біз айтқандай, ауырып жатқан адамға келіп қарайласатын болсаңыз, болмаса қайтыс болған адамдарға келіп оның ең соңғы funeralға қатынасатын болсаңыз, осындай кезде гене тапсырыңыз. Әйтпесе дәл қазіргі жағдайда тапсырсаңыз да өтпейді. Не болмаса өте көп уақыт созылып кетеді, көп тосасыз, не болмаса өтпей қалады. Менің жеке ойымда visitor визаға тапсырам дейтін адамдар әлде біраз тосу керек деп ойлаймын. Сонымен бүгінгі видеомыз осы жерге шейін. Сұрақтарыңыз болса комментарийға жазыңыз. Сонымен бүгінгі видеомыз осы жерге шейін. Рахмет.